Қуаныштарыңыз құтты болсын. Тамаша керемет. 40-тың бірін қыдыр, 1000-ның бірін уәли дейді. Барша келіп отырған қадірлі достар жай ғана келіп отқан жоқ. Алақандай жүрекке Алатаудай ақ тілектерін сыйғысы келіп отыр. Тамаша ақ тілекті Асылхан аға бастаймыз. Қыздардан бастаймыз, жігіттерден бастаймыз. Неге қуаныш құтты болсын. Халқына қалаула, ағайынның қызметті жараула. Жалпы Асылхан ағам Астана емес, бүкіл Қазақстан бойынша санаулы. Bir болса қойыңыздар, бір тамаша ақ тілек болсын. Баршаңызға бәлім дейме, осы бір-екі күн қалғанда барлығымызда ұйқымыз дұрыс болып жүрген жоқ. Тек қана бұл кездесу емес, біздің ауылға келуімізде, осы елге келуімізге де толғанып, бүгін барлықтарыңызды кездестіріп отырмыз. Біздің 40 жылдық кездесуіміз құтты болсын. Ал бағана мектепте де тілек айтып қой, енді тілектің артығы болмайды. Біздің құрметті қадірлі мұғалімдеріміз Абдулла ағай мен Зәуре апайымыз, сіздерге де рахмет. Біздің бүгінгі шақырған тойымызға келгендеріңізге дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз жайлы, жанұяларыңыз байлы болсын. Ал енді құрметті қадірлі класстастарымыз, мынау тойды январдың 19-ында мен чат ашып жібергенмін. Мен оның алдында Сәкенмен сөйлестім. Осы ешкім сөйлеспей жатыр, бастайық деп. Уақыт қанша болса да бізге жетпей қалуы мүмкін деп есептегенбіз, бірақ соның өзінде де енді кішкене туындаған уақыттар болды, қиындық іздеуден. Дегенмен де бүгінгі күн біздің күніміз, тойымыз басталды. Рахмет. Қуанышты күндерде кездесе берейік. Мен өзім мектеп бітіргелі бері орталық Қазақстанда жүрмін, енді білмегендер де бар шығар. Орталық Қазақстанда, енді Қазақстанның барлық елі біздікі ғой, енді жүрсек те орталық Қазақстанда жұмыс істеп жатырмын. Мен осы елге қонақ болып келіп, қонақ болып кетемін әрқашанда. Сіздермен қуаныш кездескеніме қуаныштымын. Дастарханымыз әрқашанда мол болсын. Айтары бір сөзім бар, бір WhatsApp-қа біздің общий чатта мен бір кішкене қысқаша ғана видео жібердім. Ашып көрсеңіздер болады. Сол видеода біздің 20 жылдық кездесуіміздің көшірмесіне кішкене үзінді жібердім. Себебі ол симады, үлкен бұл форматта болды. Сол себептен 20 жылдық кездесудің екі болған экземпляр. Біреуі осы Оранғай ауылда қалған болатын. Оны білет балдар, мүмкін Мұратта қалды ма, ешкімді. Менде көшірмесі болған. Сол көшірмесін мен сақтағам осы күнге дейін. Соны басқа форматқа көшіріп алып келдім. Мен ойладым, телевизордан бір 5-10 минут көрсетемін деп. Ол болмады. 20 жылда қатысқан біздің кездесудегі класстастарымыз қажет болатын болса, көрем десеңіздер, мен осы жерде қалдырамын. Флешканы барлық үйде қазір компьютер бар, қосып алуларыңызға болады. Біздің кездесудің басынан бастап соңына дейін бар. Жастық шағымыз. Енді өздерімізге келсек, жан-жақтан келіп отырсыздар. Бізде бүгін бірнеше класстастарымыздың осы күнге дейін мектеп бітіргелі бері көрмегендеріміз болды. Бүгін бәріміз куәгерміз, қуаныштымыз кездескенімізге. Жақсылықта жүздесе берейік. Рахмет ағамына. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетер белгілі, толығымен қабылдансын, періштенің құлағына шалынсын деп тілейміз. Қазандарыңыз қайнасын, дастархандарыңыз жайнасын, ұл-қыздарыңыз аман есен, алдарыңызда күліп ойнасын. Сонау міне Ташкенттен келіп осы Гүлжанбек қадамыңызға күліп өтсін. Құлын едім осы тойда шауып тай болайын, сізді мақтап тамадауға сай болайын, кристалдай күлімдеп келіп отқан хрустальдай жүзіңізден айналайын. Қош келдіңіз, той құтты болсын. Құрметті де қадірлі менің класстастарым, мен сендерді бүгін көргеніме вообще қуанып, қазір даже көздерімнен жасқа шығып кетейін деп тұр. Сендерді өте сағынғанмын, көрмегендерімді міне бүгін көріп отырмын. Абдулла ағай, рахмет сізге үлкен. Зәуре апай, біздің ортамызда осындай отырғандарыңыз үшін, уақыттарыңыз бөліп келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Осыны ұйымдастырып жүрген класстағы
класстас балдарымызға үлкен рахмет, осынша барлығын жинап, бәрін құрастырғаны үшін. Осындай дастарханды біз қыздар араласқанымыз жоқ, өз турасы. Балдар барлығын қып қойды. Үлкен рахмет сендерге. Не дейміз? Деніміз сау болсын, өміріміз ұзақ болсын, қай жерде жүрген болсақ та аман болайық. Өзбекстанда болса да, Қазақстанда болса, біз ортақпыз. Не дейміз? Бала шағамыздың қызығын көрейік. Олар да бізге ұқсап ойнап, күліп осындай жайнап жүре берсін. Сол үшін ақ қылыңыздар. Америкадан келгенді ішіңіздер. Рахмет, қандай керемет. Міне сананы саңлауын тауып кірпіштің кетігіне лайыр қандай қылып дөп басып айттыңыздар. Тілектеріңіз қабыл болсын. Талбестен жер бесікке жеткенше тасқа тарышқанша таршылық көрмей, немерелеріңіз атқа, шөберелеріңіз таққа болғанша, немере шөберені өрбітіп, туа жат жүре жаттың қолынан май жылауды Алла нәсіп етсін. Тілектеріңіз қабыл болсын. Іш қызбай, іс қызбайды дейді. Майланбаған дөңгелек айналмайды десек, майландыр бір жақсылап алдырсаңыздар болады. Мархабат, авторскийде бір жақсылап алдырып жіберіңіздер достар дегеннен кейін. Музыка дайын болса, енді бүгінгі отырыс тікелей достардың отырысы, сондықтан осы келіп отырған барша қадірлі меймандар, қадірлі достар сырласып, араласып, мұңсыз бұждан бір сөздесіп артып, біздесіп, осылай бір сөздесіп. Музыка дайын болса, көтерейік әне достар деп бар музыка дайын отырыс. Жақсылап алыңыздар. Денсаулық болса жақсылап алдырға жақсылап. Дем алып, рухани ем алып, аспанмен алып отырайық. Алдырайық. Под музыку алдырайық шәлеге. Достар қастыр dostlar güllerinin şaprağınday şaynatır Aktaslardan alıp oluşur gümüşlergin canlanday Bir kaydaş gekal Ötürük kalbi dostlar mahva düşür Üzülgün bir ömür kayda canlansın Ötürük kalbi dostlar olmak düşün O sökün geçti dolmadan şan dostlar düşün
бақыт деген тек қана жүзге келген шал емес, бақыт деген тек қана әуелеткен ән емес, бақыт деген тек қана үкілі бөрік сән емес, бақыт деген тек қана қасықтағы бал емес дейді. Бақыт деген тек қана екі қол екі аяқтың саулығы, сендегі денсаулықтың барлығы, адамда адам пенде екен, мүсәпір болу демде екен, қайранда қайран денсаулық бар, бақытым сенде екен дейді. Бұдан шығатын түйін міне, жүректеріңіз тіпті болсын, бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бүгін тағы да Алланың қалауымен болып жатқан 40 жылдық кездесу той тағы да құтты болсын деп тілейміз, қымбатты ағайын. Тамаша, енді осында ұйымдастырушылардан сұрағым келіп отыр. Приздар бар ма? Ойын ойнатсам ба? Приздар бар. Арнайы. Ал. Жақсы әдемі приздар бар. Сондықтан мына келіп отырған достардан, құрдастарға деп бір арнайы бүгін кешті көңілдірек өткізейік. Сырттан келіп ешкім көтермейді. Қазір енді осында сыйлық бір нәрсе берейін. Ұйымдастырып келгенсіздер ме? Қазір енді сіздерге ағайын угадай мелодия әнді жапсырамын. Кім табады, мейлінше орындап береді, арнайы бал мен приз беретін боламыз. Өзім активен екен ғой. Діни болсаңыз сүйемел деймін онда. Тигра болған айтсаңызшы. Күшті айтып жатсынан қол соғып қояйық мінекей. Қосасында приз өтіп алды, табыс етіп рұқсат етіңіздер. Не приз? Пара беріп отқандай болдыңыз ғой, бір түрлі кәдімгі ортаға шығарып, азитпен мына ақшалай сыйлық шабалаған қояр, мына бар, пожалуйста. Көрдіңіздер ғой, айтылған сөз артылған оқ кері қайтпайды, бұл жақта асабалар әстеге айтпайды. Құдай қаласа, аға есіңіз? Бақыт. Бақыт? Жаным аға, молодец, ағамды ақша көріп. 500 деген тұрды ма, қазір 10 мың, 15 мың аға. Кетіп келесен. Bir anneyle priz var ama yok karaoke'miz tamam kuşu var. Aslında karayımın yolduzu sanayım, yolduzdun eşinde sen yoksa karayım, armanı dalaydın bağıma bağlayımın, seni siyemin seni kalayımın, asfalta karayımın eşinde sen yoksa karayım, bağıma bağlayımın, bağıma bağlayımın.
қалай орындады? Міне керемет. өте күшті орындады. Енді бұл призге лайық болып тұр. Бірақ екеуміздің туысқан кешілігіміз бар. Бірақ туысқанына тартып кетті деп не қылмасын. Бірақ бұл шын бағаланған бұға лайықты. Міне, 10 мың теңге. Руларыңыз қандай сіздердің? Арғын. Арғын. Тіні әпкем қайда? Кеттік қарайық. Кетапылар бөлініп жатыр. Болмады. Рахмет. Айттым ғой, 5 мың берді, 10 мың, қазір 15 мың дайындап отырыңыз. Келесі ән. Кім айтады? Кеңші, әпке қошемет, қол соғайық, жібер қойыңыз. Бұл енді қазір сіз бастасаңыз бүкіл зал барлығы осы бүкіл как раз тема осы бойынша бірге тойлап бірге өткізген бірге тойлап бірге тойлап жалдаған жашаған Бүгінгі главный спонсор. Мынау енді өте лайықты. Жаңа өзіңіз айттыңыз, жаңа призге бұл жаңа 15 мың теңге дедіңіз ғой. 15 мыңға лайықты не болды. Сол себептен 15 мың теңге міне. Осы ойыныңызды шамалы тоқтатайық шамалы. Жоқ, жалғасаң кетсін. Басқа ойында делайық деген ғой бар. Үш ағамен бітіп тұстадыңыз. Онда спонсор іздейміз, ағасы сонда. Өз жеріңізде жұмыстан шықтыңыз ба? Спонсорлықтан? Жоқ, шыққан жоқпын, бірақ шамалы істеп жатырмын ғой әлі. Рахмет, келесі. Тағы да бір ән жаздырайықшы, келесі бір ән көрейік, одан кейін жүрер. Әркім өзінің ауылын Кім айтады?
бидің өзі бөлек болды ғой әпке. Бидің өзі бөлек сыйлық қалайық. Кеттік ал. Кел шына жақын. Енді уже есіне шығып қалды. Böyle doğuşum Tembakta biyadan Desin oydan kıyaldan Armanға biye qol sozan Kıyaldan Nülün beden ağlandım Kettin ağ Сыйлаймын саған қолымды Шаттықтың күнін тойына Сыйлаймын саған бұл әнді Қалай? Ақшаңыз әлі біткен жоқ па не? Келіңіз. Ал енді мына класстасымыз сонау Ташкенттен келіп тұр, қонақ ретінде бір дауысы онша болмады. Көп ішіп көткен жоқсың ба? Бірақ оған да рахмет. Сол үшін лайықты деп танып отырмыз. Мынау призімізден Гүлжанға. Онда приздардың ішінде ең көбін сіз алып отырсыз білесіз ба? Ташкентке барып Цунға. Оны 260 мың сом болады. 260 мың. Көрдіңіздер ме? Миллион болады. Onda Kürşat Taşkent'e bakılamız. Ташкенттен отдельно өзіңіз күтіп аласыз. Ол 4 арақ келеді Ташкентте. Бізден де келеміз. Келесі. Айтпаған сіздер, айтпаған, шықпаған. Сіз айтпадыңыздар ке шыққан жоқсыз? Келіңіз, келіңіз. Е, болады, болады. Келе. Алдайсың, жетім қалмайсың, сүйімде сенмен андайсың. Ей құмырақ қыз қандай жайды, кетемде алдайсың, жетімде қалмайсың. Сүйімде сенмен андайсың, ей құмырақ қыз қандайсың. Еліңіз қандай руыңыз? Айман. Қоңырат деген қоңырат қызға күшті біле білсін. Екеуі желесіңдер ғой жаңа болған. Жаңа болған тұс па? Шиелі? Бөтеді. Әмке, кеттік. Бұл енді ана туралы. Менің тамағым сәл. Тамағың сәл? Ауырып тұр? 100 грамм тартып береді. Жоқ, болады. Бастысы көңіл. Танасын түсіріп берейін, онда ет дауысын қалай. Ақша не істеп иде? Жабықсам жаным анашым бір өзіңсің сағынарым анашым шағыр күзге алдыңнан жан жүрсе жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Пожалуйста, тамағы ауырып тұрса да күшті қылып ән салып берген әпкеме бір қол соғып қояйық, қымбатты ағайындар. Не бар ғой, мен бонус ретінде бір кішкене әпке толтырып жіберейін, сұрақ қояйын әпке, сұрақ. Арнайы сұрақ сізге. Мұқият тыңдаңыз. Ең суыққа төзімді құс ол қандай құс?
суыққа төзімді құс. Қарғап. Акарачка. Сұрақ. Қандай адам темегіні соңына шейін шекпейді? Ақылды адамдар. Мұрты бар адам шекпейді, өртені біледі ғой. Басқа қайттан мұнда. Жауап беріп, нақыл, оңай сұрақ қойшы. Үй жануары бірінші әріпі И, екінші әріпі Т. Молодец, дұрыс дейді сауға. Не деген бас? Не болды, ақша? Алдан ханымыз, мен өлеңді енді керемет айтты деп айта алмаймын. Бірақ мынау билегені мені жақсы не қылды, жақсы билеп шықты да, жақсы бейшеген өзіңіз. Сол үшін призге лайық деп танып отырмын. Мына призді табыс етуге рұқсат беріңіздер. Рұқсат беріп қояйық. Ақшалай керемет. Болды ойдым ағайын сосын мақым. Есет. Жода насыйын сыпырады ойнап тұрсайын. Да, келесі енді Ақтектің сахнасына арнайы енді тілекті құймақтар жинақтап ұсынайық. Тамаша, енді осында 3-4 Ақтілек қылып қосып құймақтар жақсы тілекке шақырайық. Раушан Еркош Астанадан және де Алматыдан келіп отыр. Раушан Адылхан? Ермахан? Там Еркош деп жазып Раушан Астанадан, Ермахан ағамыз Алматыдан келіп отыр. Арнайы сахнаға шақырайық. Және де тілекті тағы да бір қос құймақта ұсынып, биді ұзағырақ береге бір жақсы билет қала білесіздер. Өздеріңізге келсін. Адылхан ағамызды және де Ұлдан, Алматы, Шымқаладан, Шымкент шаһардан келіп отырған қадірлі меймандарымыз бар. Билеп ортаға шықса қонақ кетті. Қабылдамай бір сыйымды, үйрететін шын сыйымды мұғалімімсің. Қазанықта ұрсадым, ұрыспауға тырысадым, яғы ерімсің. Жүрегімде сезе алатын, ауырғанда жаза алатын дәрігерімсің. Миллионның, миллиардың алтын күміс бриллиантың қымбатым менің.